Тырысып қалған арық байғұс. Сәкен Майғазиев өзіне осылай деп сәлем жолдаған қарияны іздеп барды. Бет біткеннің сұлуына сәлем бере бардым. Осыдан біраз уақыт бұрын Түркістан облысы Төле би ауданынан Зылиха апа деген блогер шыққан. Ол кісіні Қазақстандағы ең қарт блогер десе де болады. 91 жаста. Парақшасын немересі Ботагөзі жүргізеді. Сол Зылиха апа Сәкен Майғазиевті көрмуді армандаймын. Тырысып қалған арық байғұс қой. Шынашақтай бала ғой, даусы зәрдей. Әдемі әнші, оны телевизордан көрмесем, тірідей кім көріпті дейсің деп видео түсіріп салған болатын. Оны әншінің өзі көріп, бүгін Төле би ауданындағы Зылиха апаға арнайы сәлем беру үшін барып қайтты. Сәкен Майғазиевті Зылиха апаның ұл қыздары сән салтанатпен қарсы алды. Сол өзіңіз білетін шынашақтай бала алдыңызға келді деп қарияның бетінен сүйіп, анасы беріп жіберген оюлы қамзол аппақ орамалын жапты. Артынан брендтік шапанды кигізіп, өзі шығаратын Сафи шайдан тарту етті. Мына шапанда анамның сәлемі, келініңіздің жапқаны деп қабыл алыңыз деді Сәкен.